Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледждің ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының арнайы пән оқытушысы Төлендиева Бақытгүл Әмірханқызы. Сіздердің назарларыңызға арнайы технология пәнінен төбе негіздемесін дайындау тақырыбындағы бейне сабағымды ұсынамын. Сабақтың мақсаты бөлме ішінің төбе негіздемесін дайындау, оны өлшеу жұмыстарымен, құралдарымен, өлшеу құралдарын пайдалану ережелерімен таныстыру, бүгінгі күннің қажеттілігі кәсіпкерлікке, іскерлікке, ұқыптылыққа, шеберлікке үйрету, өз мамандықтарын құрметтеуге және қызығушылығын арттыру. Күтілетін нәтижелер: төбе негізін дайындау туралы мағлұмат білесіздер, керекті құралдарды ажыратасыздар, өлшем жұмыстарын жүргізуді меңгересіздер, өз беттеріңізше әрекет ету дағдыларын дамытасыздар. Сабақ жоспарына назар салыңыздар. Жалпы мағлұмат: өлшем жұмыстарына қажетті құралдар, төбені қалай өлшеп таңбалап белгілейді және қорытынды бөлімнен тұрады. Жұмыстың бірінші кезеңі ең жауапты, сондықтан оған барынша назар аудару қажет. Егер төбе дұрыс белгіленбесе, онда ол қисық болып шығады. Бұл қателіктер кем дегенде бүкіл құрылымды нөлден бастап қайта өңдеуді қажет етеді, және бұл қосымша уақытты, жүйкені және ақшаны ысыраптау болып табылады. Төбе негізі құрылымы бойынша былай бөлінеді. Бірінші, функционалдық сипаттамалары бойынша акустикалық, ылғалға төзімді, отқа төзімді, соққыға төзімді және гигиеналық. Екінші, дайындалатын материалдары бойынша металл, ағаш, гипсокартон, минералды талшық, пластмасса және тағы басқа. Үшіншіден, төбелік элементтердің пішіні бойынша плиткамен қапталған, панельді, қатты, сөре, кассеталы және ұяшықты. Төртіншіден, дизайн бойынша модульді, яғни бір деңгейлі, екі деңгейлі. Өлшем жұмыстарына қажетті құралдар. Суретке назар салыңыздар. Су деңгейлегіш, құрылыстық деңгейлегіш, лазер деңгейлегіші, өлшеу құралы рулетка метр. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген ескі мақал қазіргі құрылыс алаңында толық қолданылады. Ертерек айтылып өтілгендей, құрылысшылардың негізгі міндеті еңбек өнімділігін арттырудан және жұмыс сапасын арттырудан тұрады. Жалпы өлшем құралдарына сипаттама беретін болсақ, су деңгейлегіші арзан және онымен жұмыс істеу оңай, бірақ онымен жұмыс істеу үшін 2 адам қажет. Онымен жұмыс бастамас бұрын, оның гидравликасын 2 қолбада 0-ші белгіге дейін сумен толтыру қажет. Оларды бір-бірімен біріктіру арқылы жүзеге асырылады. Бір адам өз қолбасын қабырғадағы белгіге 0 белгісімен қолбадағы су деңгейі сәйкес келетіндей етіп жапсыру керек. Бұл кезде оның қарсы қабырғадағы серіктесі 0-дік деңгей қолбадағы сумен сәйкес келетін жағдайды табады. Осы кезде белгі қойылады. Бөлменің бүкіл периметрі бойынша дәл осылай жасалады. Құрылыстық деңгейлегіш. Оны ауа тамшысы белгінің ортасында болғанға дейін тексеру керек. Содан кейін нүктені белгілеуге болады. Бұл жұмыс бөлменің бүкіл периметр бойынша жасалу керек. Соңында барлық белгіленген нүктелер бір жолмен байланысады. Лазер деңгейі. Осы деңгеймен төбе тез және оңай өлшенеді. Құрылғы қабырғаға белгілі бір деңгейде орнатылады және лазер сәулесі бөлменің бүкіл периметрі бойынша жолақ сызады. Тек сызықты қарындаспен немесе түрлі түсті бормен белгілеу керек. Мұндай құрылғы лазер деңгейін дұрыс орнатумен қатені дәл көрсетеді, яғни 1 мм-ден аспайды. Сонымен қатар, аспалы төбелерді орнату кезінде
Қысқа уақыт ішінде қажетті нүктелерді белгілеу қажет. Ал лазер кез келген жарықта және көру бұрышында көрінеді. Ал өлшеулер өте жылдамдықпен жасалады. Бұл жайсыз жағдайда жұмыс істегенде маңызды позиция. Мұндай құрылғыны жаңадан бастаған адам да жеңе алады. Ал жұмыс кезінде сізге өлшемдер бойынша серіктес қажет емес. Бұл уақыт пен адам ресурстарын айтарлықтай үнемдейді. Лазер деңгейімен мұқият жұмыс істеу керек екенін есте ұстаған жөн. Оның сәулесі көзге енбеуі керек. Егер бұл орын алса, ештеңе болмайды. Торлы қап күйіп кетпейді. Бірақ содан кейін ыңғайсыздық пен көздің ауруы ұзақ уақыт сақталады. Төбені қалай өлшеп таңбалап белгілейді? Периметр бойынша барлық белгілер соғылады. Таңбалаудың негізгі міндеті қабырғаларға бастапқы профильді орнатуға арналған сызықтарды белгілеу. Яғни таңбалауды тікелей басқару периметр арқылы 1,5–1,8 метр биіктікте жасалады. Енді гипсокартон рамасының астында төбені белгілей бастауға болады. Мұнда есептеулерді мұқият және дәл орындау қажет. Парақтың өлшеміне байланысты белгілерді салатын қашықтықты табыңыз. Мұнда сіз мыналарды ескеруіңіз керек. Гипсокартон парақтарының шеттері профильдің ортасында біріктірілуі керек. Гипсокартон ортасында профиль болуы керек. Жақтаудың бойлық элементтер арасында, ал көлденең элементтер арасында 50 немесе 60 см қашықтықты сақтаймыз. Яғни 60 см қашықтықты қадағалап отырамыз. Жұмыстың реттілігіне назар салыңыздар. Біріншіден, бөлменің бұрышындағы биіктік айырмашылықтарының деңгейін анықтап алу керек. Таңбалауды әрқашан ең төменгі нүктеден бастаңыз. Содан кейін бүкіл қабырғаның периметрі бойынша көлденең сызық салынады. Одан төбелік горизонттың белгілері жасалады. Жоғарыда аталып өткендей, олардың арасындағы стандартты қадам, яғни 50–60 см немесе 600 мм сақтап отыруымыз керек. Бояу сымын немесе маляр шнурын пайдаланып, таңбаланған барлық белгілерді қосамыз. Осылайша барлық өлшемдер жасалып бітеді. Барлық нүктелер қойылғаннан кейін оларды бір түзу сызықпен қосу керек. Төмендегі сызбаға назар салып қараңыздар. Барлық жұмыстардың соңында төбеге белгілі бір өлшемдегі квадраттар салынады. Осы белгілеуге сәйкес гипсокартон астында металл жақтау қойылады. Белгілеу кезінде негізгі ереже барлық қажетті құрылыс құралдарын дұрыс пайдалану. Дұрыс қолданған кезде төбенің көптеген кемшіліктері болса да ешқандай проблема болмайды. Бекіту тапсырмалары. Төбе негізін дайындау жұмысын ұйымдастыру. Қолданылатын құралдар туралы мәліметтер. Қолданылатын құралдың жұмысын, тиімділігін көрсету. Жұмыстың бірізділігін талдау. Төбеге таңба өлшем жұмысын жүргізуді зерттеу. Өлшеу техникасын эскиз түрінде айқындау. Сабағымызды қорытындылай келе, төбе негізін дайындау, белгілеудің негізгі мақсаты көлденеңдігін анықтау және бөлменің периметрі бойынша төбенің құрылымының жазықтығын белгілеуді меңгердік. Сонымен өлшем негізі бойынша параллель сызықтар салудан тұратындығын анықтадық. Барлық жұмыстарды өлшеу техникасын тәжірибе жүзінде машықтандық. Ворлдскейс талаптарына сәйкес заманауи құрал-жабдықпен жұмыс жасау материалдарды дұрыс таңдай білу, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болып, құрылыс саласын дамытуда білікті маман болып қалыптасу. Сабағымызды кері байланыс жасау арқылы мен бүгін білдім, мен үйрендім, қиындық тудырды, қолымнан келді деген ойды аяқтау. Үй тапсырмасына Буданов, Поплавский қаңқа қаптама конструкциялар монтаждау технологиясы оқулығынан 20 беттен
белгілеу өлшеу құралдарын анықтау тақырыбын қарап оқимыз және әдістемелік нұсқаулық бойынша төбе негіздемесін дайындау тақырыбын конспектлеу, сызба жұмыстарын орындау. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.